Ассалаумағалейкум. Рисмаш районы Атазан көшесі. Осы жерімізде осындай үйіміз сатылғалы жатыр. Навистелген осындай бөлігі бар, гаражға кіретін. Мына үйіміздің сыртқы бөлігі. Үйіміздің екінші жағы Қаратоғай көшесі. Осындай талдары егілген, қарама-қарсы мекемелеріміз бар. Осы мекемелерге арнап мынандай помещениеміз бар. Яғни дүкен ретінде жасасаңыз болады, немесе асхана. Бұл енді үй жағымыз. Осы үй жағымызға барлық нәрсені сыйғызған. Жері 10 сотық. Үйіміздің размері 12-13, 2007-те салынған. Бұрышат тіленген, үстіңгі жағы навестелген, әдемі навестелген, және де навестің размері үлкен. Мына жағымызда үйдің гаражы бар. Осы гараждың ішінде дүкенге баратын, үйге баратын, барлық нәрсеге баратын котельнигімізді осы жаққа орнатқан. Мына жағымызда жаздық ас бөлмесі. Осындай ас бөлмеміз бар. Мінекей ас бөлмеміз. Және де мына бөлігіміз дүкен. Артқы бөлігінде көше бар. Бұның размері 15-4. Жеміс талдарының барлығы да жеміс беріп тұр. Жүзімін қараңыз, жеміс талдарын қараңыз. Жайқап тұр. Мына жағымызда склад бар, мал қорасы бар, банясы бар, душы бар. Мына жағымызда тағы да қосымша 10-4 размерлі времянкасы бар. Осындай тапчаны бар. Міне қол жуатын жері. Мына времянка размері 10-4. Мына жеріміз қазан-ошақ орны. Осындай айналып жүруге болады. Жеміс талдардың барлығы да жеміс беріп тұр. Мынау енді үйдің ас бөлмесіне қарай өтетін екінші есігі. Заттарыңызды ошақтан да кіргізуге болады. Ал бұл дүкеніміздің іш жағы қазіргі таңда осындай бөлмелер болып тұр. Массаж кабинет болып тұр қазір осы кезде. Бұл үйіміздің кіреберіс бөлігі. Үйімізге мына жерімізден кірдік. Мына жеріміздің алдыңғы бөлігі жарты қабырғасы кафелденген. Едені кафель. Тура жүрсек осындай жуыну бөлігі бар. Әжетханасы бар. Негізгі үйімізге кіреміз. Одан кейін мынау ас бөлмесі. Мынау холлы. Жатын аймағы. Қарама-қарсы екінші жатын бөлмесі бар. Мына жағымызда үйдің қонақ күту залы. Және мына жағымызда осындай тағы да бір бөлмеміз бар. Бұл бөлмені енді жатын бөлме ретінде де қолдануға болады. Енді бұл жақта 3 жатын бөлмесі бар екен.